Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қайнатпалы, яғни заварной крем дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Сүтіміздің азырақ бөлігін құйып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын құймаймыз, себебі қазір ұнымызды салған кезде ұнымыз бір-біріне бірігіп қалмас үшін осылай сүтіміздің жарты бөлігін құйып аламыз. Жарты дегенде азырағын ғана. Бес ас қасық ұнымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнның орнына жүгері крахмалын қолдансаңыздар да болады. Жақсылап біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін ұнымыздың қалған бөлігін құйып, газымызге орташа отта қоюланғанша араластырып ұстаймыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, әйтпесе ұндарыңыз бірігіп қалады. Креміміз ақырында осылай қоюлана бастайды. Қаймақтай қою болған кезде газымыздан аламыз. Міне креміміз осылай видеодағыдай қою болуы қажет. Соңында сары майымызды салып жақсылап араластырып, суығаннан кейін қолдана берсеңіздер болады. Осымен біздің креміміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын.